Аттың құлағында ойнайтын 84 жастағы әженің құпиясы. Қыз күнімде атқа чапқан кісімін. Жасыма қарамай ат мініп жүргенім со ғой. Жылқыға мініп жұрттың көзіне түскен кейуананың немересі неге ашулы? Бұл қақпасы алжыған ғой деймін. Осы жаста неменеге атқа мініп жүр? Сіз жұлдыз болып жатсыз. Бүкіл ел сізді талқылап жатыр. Естідіңіз бе? Естідім. 80 жастан асқанда атқа міну екінің бірінің қолынан келмейді. Сізге бәрі қызығып отыр. Ары бері шапқымыз келеді дейді. Не істеу керек? Ой, талай қызығу. Берді кеше қызығып жүрдім, 60-қа келгенше қызығудым. Не бел кетеді, не белбеу кетеді деген. Сол секілді ғой. Егде жасқа келген қарта жейдің қыздарынан көңілі қалған ба? Келіндеріңіз қыздан да жақсы ба? Қыздан да жақсы. Толығырақ дәл қазір Стан KZ YouTube арнасынан көріңіз. Армысыз көрермен, бүгін бізде кезекті сұхбат, қызықты кейіпкер. Өздеріңіз білесіздер, мына соңғы тәулікте 80-нен асқан әженің аттың құлағында ойнаған видеосы қызу талқыланып, тіпті миллионға жуық қаралым жинаған еді. Біз дәл сол әжені таптық. Міне өздеріңіз байқағандай, әне жылқымен серуендеп жүр. Жақынырақ танысамыз, сұхбаттасамыз. Жас күнімде талай атқа мінгем, талай мініп, қызғуар салып, ойнап жас күнімде. Ат мініп, осылай жүріп, бала чағамның арқасында, бала көзден атқа құмармын, қызғуар салып көп. Көкбөрге ілесіп жүретім қыз күнімде. Қыз күнімде атқа чапқан кісімін. Содан құмартып, сол осы көшек әлі, сол жасыма қарамай ат мініп жүргенім со ғой. Әлеуметтік желіде аттың құлағында ойнаған әже дәл қазір менің қасымда. Құди әже, қалыңыз қалай? Жақсы, аман есен. Баладарымның арқасында Құдайдың қуатында мақтаман. Қымыз ішем, шуат ішем, баяғынға жылқының етін жеп, соның арқасында бала шағам күткеннің жақсымын, денсаулығым да мықты болады. Құди әже, сіз енді қазір әлеуметтік желі дейді ғой, TikTok, Instagramдарда сіз жұлдыз болып жатсыз. Бүкіл ел сізді талқылап жатыр. Естідіңіз бе? Естідім. Таңертең телевизорға да шықтыңыз деп бір келінім хабар деп еді, оны көре алмадым. Кей тұрам ғой бе. Қалай екен танымал болған? Енді болады ғой, Құдайдан кейін енді бала шаға ел жұрттың арқасы сыйлап мен үстіп жатқандарың қарағым. Енді анау сіз түскен видео 1 миллионға жуық қаралым жинапты TikTokта, және әлеуметтік желіде. Жылқыға жемін тұрасыз ба? Енді сол әлгі балама барғанда, сол балам үнем барып жүреміз, 7 сайын барам десем де өтірік емес, енді мал бағыт ана құмда жақсы жазық жерде. Соған мініп, қойға еріп келем, әгі балама. Атқа мінгем келгенде. Еріп жүрем сол. Аттың құлағында ойнаған видео әлеуметтік желіде миллионға жуық қаралым жинаған. Сол видеоның авторы әженің немересі. Гүлжан, е? Гүлжан, бұлай таралып кетеді деп ойлаған жоқ шығарсыз? Мүлдем ойлаған жоқ. Менде өйткені TikTokта 150 адам ғана жазылған болатын бұрын. Осы видео түсірілген күні мен ол жерге бара алмай қалған, фазендағы апамдар қонаққа барған еді, балаларымен, бәрі ағамдармен. Ол видеоны жаңа әпкеміз түсіріп, неге өзіміздің әулеттің жаңа группасына салды, WhatsAppқа. Сол жерден алып мен TikTokқа салдым. И сол сәттен бастап уже кешкісін сағат мен 3-4 кезінде салдым кешкісін. Уже сағат 7-8 кезінде қарасам 10 мыңнан астам қаралым болыпты. Уже ертесінде уже солай өсіп кете берді. Қазіргі тұрған кезде уже 985 мың, яғни миллионға аз қалды. Миллионға жуықтап тұр просмотр. Мына 80 жастан асқанда атқа міну екінің бірінің қолынан келмейді. Сізге бәрі қызығып отыр. Осы апа сияқты атқа мініп ары бері шапқымыз келеді дейді. Не істеу керек? Жас кезден бастап дайындалу керек пе қалай? Енді жас кезден бастап дайындалған жақсы ма? Оны білмеймін. Енді өзім мінетін болғасын, оны білмеймін дәл енді. Өзім әйтеуір жас күнімнен мінген. Осы бір жақын, осы ауылда тұрады, бір жиенім бар, соның әкесі жезден бар еді. Осындай бір жиын болса болды, қызғорға шығайық деп жас күнімнен үйренген, қызғорға шығып, айтысып, той болса, қайда болса жүріп үйренген, атқа мініп, онда бізде мәшіне жоқ о заманда. Атпен кетеміз. 2-3-тен атпенен жеткен сол шауып біріміз ойнап, қызғуар салып біріміз қуып бәлен жерде той бар десе. Онан бар бейбек 2-ден айтысып, тойымызды атқарып аман есен, түн болса, күн болса жүн атқа мініп, соны үйренген ғой, баяғы әлі сол. Содағдың баяғы мініп жүргенім. Сонда жас кезден және қызғуға қатысқансыз ғой? Қызғуға қатысқам жас күнімнен. Ой, талай қызғуға. Берді кеше қызғуып жүрдім, 60-қа келгенше қызғудым. Нәтижесі қалай болатын еді қызғудың? Енді жігіт барып
жетіп алып сүю керек, болмаса жеткізбейді. Сіз қалай болды? Енді өте жеткізбей кетпейтін енді бір-бірімізді осы жетіп айтып ұрып, Құдай сақтасын, қамшының астынан. О заманда әдемі өртоқымыз болатын, әдемі сарала қамшымыз болады. О заманда кәдімгі дайындалып отырамыз ғой, бұл секілді емесін ғай ат мінемізде. Пәлен жерде той болады дейді. Осы күнде той болады деп жариялап жатқан қысаған, жарияласа бізде бір ат болады байлаулы. Әй біздің тойға мінетін әгі Бәленбайдың аты қайда? Әке шешеміз болсын, аға туысымыз болсын, Бәленбайдың аты қайда? Тойға барады ғой. Ол қыз қуарға шығатын ат болу керек деп дайын болады, өзімде мініп отырам. Ал әкеміз енді асқан бай емес, бірақ енді ел аузына ілінген батыр кісі, мықты кісі болған, қамшыгар, мықты, балуан кісі болған. Сондықтан енді бізде сол денелі үлкен атқа мініп өскенбіз сол. Әкеңізден дарыған қабілет дейсіз ғой. Әкемізден дарыған қабілет енді айланып білгенде сол әкеміз қамшыгар, мықты кісі болған. Бір адамды бірі қамшымен тартса, ол кісі жығылмай тұрмайтын. Және кезінде айтыста да қатыстыңыз, е? Енді үлкен айтысқа қатысқам жоқ. Өзіміз ауыл арасында бір той болса, баяғы өзді осыған екі бір айтысы кетсе, оны жеңеміз, не жеңілеміз әйтеу қарөлеңкі айта беретіміз. Не белгі кетеді, не белбеу кетеді деген сияқты. Сол секілді ғой. Ал енді жігіттерді жеңіп кетсек, екі қыз айтысамыз. Ол екемізге екі бәс бермесе кетпейміз ол күні. Оны таңатқан чөлің айтып, әгінде қайтседі тұқыл жырат шығармай. Ол нәрсе беру керек бізге. Сосын ол бетер мал беру керек, ол шыт беру керек, немесе әйтіп бір нәрсе беру керек. О да дайындалып келеді. Бүгін Бәленбай мені айтысам мен. Бәленбай қызбен мен айтысам дейді. Сосын айтысып, таңысқан чөлің айтып ал. Үлкен айтысқа түскем жоғын өтірік айтарым жоқ. Енді жас кезден мынау қыз қууға қатыстыңыз, айтысты көрдіңіз, түрлі жаңағы той, томалақтың ортасында жүрдіңіз. Әнге де қабілетіңіз бар, иә? Енді айтып ол осы күнде жоқ қой, енді бұрын бар болды ғой. Бұрын әнші болдыңыз ба? Бұрын әнші болдым енді. Жас күнімден ғай ән салып, өскем қазірде өлең айтам. Келгенше жыл айланып кім бар кімі жоқ, ай күнім ой айды ой. Енді жылқыға ең алғаш отырған кезіңіз есіңізде ме? Сол бала кезде шығар? Енді бала кезде ол қай уақытта ол есімде жоқ енді. Бұрын атпен түйемен көшет. Сол күнде біз мал айдаймыз, оны өтірік айтар жоқ. Қой айдаймыз, қозы жаямыз. Сонда мен бірақ көп жаяу жүрмеген кісімен, бала күнімнен. Ал енді мәшине тартып істі осы күнге шек, көзімде жақсы. Мына неше түрлі құрақты құрап, ойып отырам. Мына құрақ, мынау күл құрақ дейді. Мұны қыздарға да жасауға бергем, өзімде осы күнде қарап отырмаймын, көзім жетеді, мәшине ұстаймын. Балачаға құрап берем, үйге салатын қып. Еріккенде андысын ұстап отырам. Негізі кәсібіңіз қандай болды жас кезде, жалпы орта жаста? Немен айналыстыңыз? Осы малдан басқа көп жоқ болды. Мал шаруашылығы? Мал шаруашылығы болды. Ана, не деп айтамыз, осы күнде сиыр сауады ғой мұна. Осы күнде дойкымен сауығында қолмен сауамыз. Сауыншылар, сауыншымыз, бір жерге сүтті құямыз, май тартамыз. Қой сауып, сөйтіп, біздің елде қойды сауат, сүтті береді. Таза қазақ отбасында өстіңіз ғой? Таза қазақ отбасында соның бәрін өстім. Және сізді көп балалы ана дейді, неше құрсақ көтердіңіз? Мен 15 құрсақ көтердім. Құдайға тәуба, қазір 11-12-сі бар. 11-12-сі бар? Мынадардың әп чуап жүрген бәрі содар ғой енді. 60-тай шөберем бар, 40-тай немерем бар. Ол қыздарыңыз қасыңызда? Ол қыз бәрі осы жерде қасымда. Бір қызым бәрі ұзақта дегенде Бақанаста. Ол бір келінсір той жасайын деп ондай келетінде мүмкіншілік болған жоқ қой, жаңаген естідік. Осы ауылдың өзі қыздар, олдар келе алмай бүгін әгі бір құдамыздың жылын бәрім кетіп, тәртігінен бір қыздар. Қыз көп осы ауылды, ол бар бәрі сол ауылға еттен ақ. Жыл береміз деп, жылдық береміз деп, туған құдамыз деп. Өкініп бәрі кетіп қалды. Енді мынау енді сіз енді өмір өтеді, жылдар жылжиды, уақыт сырғиды. Атқа, жылқыға құмар немерелеріңіз бар ма? Аттың құлағында ойнап жүрген? Енді бәрі ойнайды, жаңағы жүрген бұдардың бәрі лақ тартады, көкілақ көкбөр тартады. Осының алдында сол қыз қуған күні түсірді ме, мынадар жіберді ме, көкбөр тартты ғой. Баладар жиылып, бәрі сол менің немерелерім тұстас. Көкбөр тартып, сол бірінен бірі алып жақсы болды ғой. Көкбөрдің етін жедік сол жерде. Соны жіберген шығар көкбөр тартқанның бәрін. Келіндермен татусыз ба? Енді құдайға тәубе, үш келінім бар, жоқ, енді Бәленбай жыл болды, 30 жыл болды. Бір келінім, бір сен қалайсың деп бір-бірімізге айтып көргеніміз жоқ. Қыздардан да жақсы.
жақсы көрем, 3 келінім бар. Келіндеріңіз қыздан да жақсы ма? Қыздан да жақсы. Осы 2 келінім бірге міне отыр, бір келінім осы ауылда баяғы сол құдан үйіне және шыған артыстан құдағимын деп кетіпті. Келмей қалды. Жұмыста ол мектепте. Мектептен шығып жаңа құдан үйіне барам, апа енді қайтесің келмей ақ қой деп мазақ қылдым. 3 келінім бар, тату тұрамыз. Ана видеоның үстіне жазылып тұр, апамыз 80 жаста деп. Сіз бірақ бір құпияны жасырып қалыпсыз, е? Апамыз негізі 40-шы жылғы, қазір негізгі жасы 84-те. Бірақ енді сол күтілгөз болмасын деген ойда мен солай домалақтап 80 жас деп қойған болатынмын. Енді адамдар қарайды, мысалы, сондықтан 80 жас деп кішкене кішірейтіп жазған. Негізі 84-те? Негізі 84 жаста, иә. Апа, енді сізді анау видеода 80 жаста дептен, бірақ... Енді жасым 84 деді, бірақ осының қайсысы 80 деп түсіріп жүрген білмеймін. Көз тимесін деп ойлаған ғой апамызға, көз тимесін деп сол 80 деп жазған. Деген шығар енді сол. Негізі 84 жастасыз. Не, 40-шы жылғымын. Сонда 84 пе? Сондаймын. Енді сізге 84 десіз, жылқыға мініп елдің көзіне түсіп атсыз. Жалпы күнделікті кестеңіз қалай? Таңертең ұйқыдан тұрасыз. Не істейсіз өзі кешке дейін? Енді кешке ұлғыз жақын осының ішінде бәрі. Содарға барам, қыдырып келем, қонатына қонып жүретіне жүріп жүрем. Сол. Енді жылқыға қай уақытқа дейін мінесіз? Құдай күш қуат берсе, мініп жүре бересіз ғой? Күш қуат берсе, мініп жүре берем. Осы қалып отырсам, мініп жүріп, баяғы жат дегенде Алланың жатамын. Табиғи тамақ ішеп, айран, сүт ішеп, қымыз ішеп, шұбат ішеп, сондықтан осындай жасқа келіп, қазығарта жеп, баяғы қойдың етін сорпасын ішкенгі сенде тәубамын ғой, баяғы сөйтісіп жүрем, атқа мінем, арасында бала шағама барам, ана керек десе сол осы ауылдарға атпен барып, жүріп жүрем. Қыдырған жерім атпен барып, түсіп өзім қайтып мінгізіп жүрсе мініп келем ғой, аяңдап жуасаттарға мінем дағы, жүріп жүрем. Енді желіде түрлі адамдар бар ғой, түрлі жағымсыз пікір жазады, мақтап жатыр, даттап жатыр, бірақ сізге жақпай қалған бір пікірлер бар екен, е? Айтыңызшы. Негізі дерлік көбісі мақтап жазды, мысалы жастар үлгі аламыз апамыздан деп, мысалы жалпы көбісі солай жазды. Тек арасында бірең-сараң нелер болды, пікірлер маған ұнамаған, что апаларын жаңағы хайп үшін түсірген екен, хайп үшін жаңағы өлтіруге дайын сияқты балалары деген сияқты пікірлер болды. Соған кішкене ренжіп, былай жауабымды жаздым. Мен ондай бір танымал адам емеспін, сол хайп қуалап, бір соған танымал болып кетейін деген менде мүлдем ойда болған жоқ. Себебі менде өзімде 150 ақ адам жазылған, өзіміздің туысқандарымыз ғана ғой, артық адам жоқ. Көңіліңізге тиген, жағымсыз пікір қайсы ең көңілге тиген, жүйкеге тиген, ашуланған? Бір адам жазыпты, бұл қақпасы алжыған ғой деймін, осы жаста неменеге атқа мініп жүр, отырмай ма үйінде деген сондай пікірлер болды. Маған енді кәдімгідей жүрегіме сол қатты тиді. Былай негізі почти көбісі жақсы пікірмен жазды, мысалы, осы нағыз жаңағы үлгі аларлық әже екен, мысалы TikTokта жаңағы секіріп жүрген, неше түрлі видео түсіріп жүрген апалар бар ғой, оның жанында бұл нағыз үлгі аларлықтай әже екен деп айтып жатты бәрі, мысалы. Бірақ енді арасында енді болады ғой сондай жаман пікірлер. Ең қатты жүрегіме тигені сол болды. Енді жоспарыңызды айтыңыз, алдағы жоспарыңыз? Енді алда жоспар жоқ, басым аман, деніп сау, бала шағам аман болса, ел жұртым аман болса болды. Бәрі жақсы болып жатырмыз, аман екен. Осы қалып отырса, осы қалып кетеміз, енді Алланың берген жасын жасап. Сол. Пенсияңыз жете ме? Пенсия жетеді болады. Жақсы апа, онда осымен сұхбатты тәмамдасақ, енді сіз жаңа елдің аузында жүрсіз, көпшілік көріп жатыр, 80-84 жаста екенсіз, аттың құлағында ойнайсыз, сіз сияқты болғысы келетін күш қуатты жастар қызығып қарап отыр. Осы сізден бата сұрайық деп отырмыз. Бата, бір-екі ауыз батамен аяқтасақ. Ойбай. Енді Құдай жарылқам, албастарың аман, дендерің сау болсын, Қазақстаным аман болсын, жастарым аман болсын. Енді елін елеулі жұртына қалаулы жастар үлкен мен құсаған болсын, Алла акбар. Амин. Рахмет апа. Құрметті көрермен, өздеріңіз көргендей 84 жастағы аттың құлағында ойнайтын әжемен сұхбаттастық, батасын алдық. Егер видео ұнаса, лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.